екеуінің ұстанымы таңдауы бөлек. Комфорттан шыққысы келмейді. Біз кетіп қалам мен. Үйретім деп еді ғой. Әр қазақ мен жалғызым деп айтып еді ғой Ахметбек ағаң. Болмаса мазгам чертпей кетіп қалам, болды. Жазамын онан кейін ана жаққа барып. Мыналар бір сект екен, секіртеді екен. Мен секіріп, маған немене керек маған? Сіздерге жалынып өтінемін да, әрқайсыларында рух бар, білім бар, 100 миллиард нейрон. Трамптың басында да, Билл Гейтстің басында да, Ахметбектің басында да, ана миллиардтап ақша тауып әлем шулап жүрген Әблияз басында да бар, сенің басында, сенің басында, сенің басында, бәрінің басында 100 миллиард нейрон бар. Бәрінің басында бар. Просто ол ұйықтап жатыр. И біз оны істеткіміз келмейді. Оны неге істеткіміз келмейтінін мен айтамын ары қарай. Неге істейтін, оны қалай жұмыс істету керек екен. Қазақстанда миллион теңге табатын кәсіпті қою кез келгеннің қолынан келеді. Міне жас балалар, 18 жастағы балалар, кешегі 70 жастағы адамдар жасап жатса, бірақ еңбектенген адам ғана жасап жатыр да. Бәріге айтады дейді, әкел, дайын әкел. Дайын әкел, мен басымды қатырғым келмейді, дайын әкел. Прям шошып жатыр да бәрі. Қандай адамдар келді, қазір келген адамдар ешқайсысы басын қатырғысы келмейді дейді. Мына санада мынадай шылжоқ болуға тиіс. Енді қазір неменеге сенесіңдер? Менің қанша бизнесім болса, менің жүрегімде әлі тыныштық жоқ. Ертең күн қандай болады деген, заман қиындап бара жатыр, ертең қандай күн болады деген, менің жүрегімде тыныштық жоқ. Бала шағам, немерелерім не болады деген. Солардың қолына мен қармақ ұстап бірдеңке үйрете алдым ба, жоқ па? Ары қарай мен қоғам қандай болады? Мынандай бір аңыз бар. Орыс тілінде тек қана осындай аңыздар, ағылшын тілінде көрсеңдер, осындай ертең күнің не болады? Адам ояну керек, ішкі рухын ояту керек деген осындай видеоларда 300 мың, 200 мың, миллион жарым просмотр. Мен пост жазам, постқа осындай бір кішкене ертеңгімізге қарайық, кешегі не болғанын қарайық. Кеше халық не болды, неғып бұлай қырылды, ертең не істейміз, ел не істеп жатыр, орыстар не істеп жатыр, американецтер, Европа не істеп жатыр, біз қалай болсақ аман күн көреміз деген әңгіме жарияласаң, бір 10 адам, 20 адам, 30 адам көреді. Мен әдейі кейде бір саусақты шығаратын, бір түкке тұрмайтын бір сайқымазақ бірдеңкені жіберсең, қырылып әңгіме көреді. Қырылып көріп, қырылып пост жазып, бір төкке тұрмайтын WhatsApp-тан бар ғой, менің класстастарым бар, басқаларым бар, сонда сека-мека деген видеолар, күніне бір еліп алыпсы келеді. Еш бір мағынасы жоқ, жыртың нәрсені таратамыз, жатамыз. Ертең күлкіміз көмір болады, айналайындар. Жыртыңды тастау керек. Мына бір мен таңертең мен сағат 5-те тұрам, 5-те тұрып әдейі сіздер үшін осыны бір рет тыңдаған, маған керемет әсерін берді. Мен видеосында жіберем сіздерге. Маған ұнады. Тауық пен қыран жайлы аңыз. Баяғыда бір үлкен шыңның басында бір қыранның ұясынан бір жұмыртқа домалап етекке түскен екен. Кездейсоқ жел соғып. Соны бір малшы әк жұмыртқаны тауып алыпты да, үйіне алып кеп, күрке тауықтың астына салып қойған екен. Мына жұмыртқадан қандай балапан шығады екен көрейін деп. Ана тауықтың қаперінде ештеңе жоқ, сол жұмыртқаны басып жатады. Басқаннан кейін күндердің күні болған кезде жұмыртқалар жарылып, соның ішінен балапандар шыға бастайды. Әгі қыранның да жұмыртқасынан бір балапан шыққан екен. Бірақ ол балапан шыққан кезде тауықтардың басқа балапанында емес, тұмсығы да бөлек, тұяғы да бөлек, қанаты да бөлек, бір ерекше балапан шығады. Ол балапан ақырын ержете бастайды. Тауық әгі балапанды қарап, басқа балапаннан өзгеше балапанды көріп таңғалады. Енді тауықтың миы жоқ, ойламайды. Мынау бір урод, бір кемтар бір, тұмсығы да бөлек бір балапан туды, бұл қалай болды екен деп жүреді. Әгі балапан өскен сайын басқа балапандардан ерекше. Жем жейін десе, жердегі шашып жатқан бидайды жей алмайды. Аяғы да басқадай, мүлде қапа болып жүреді, мен неге бұндай болдым деп. Ана тауықтар әткеншек отырып алғанда, әткеншек отырайын десе, отыра алмайды. Тауықтар сол әткеншек тұсында оқыса, мына байқұс қанатты алпаңдап, әгі жерде қайғылы күн кешеді. Кішкене әгі еркек балапан ержетіп, өзінің санасы оянып, басқа бір әгі ұрғашы тауықтарға барса, ешқайсысы анан жанына жолатпайды. Өсіп қалған мекендер, сен бір урод, кемтар, сорлысың, сен бізге ұқсамайсың деп ешқайсысы жолатпай, ана еркек әтештер әгіні чұқып, тепкілеп, шетке шығара бастайды. Мынау қайғыланып күн кешеді. Мен осындай бір сорлы болып, кемтар болып жаратылған екем. Енді күнім қалай болады деп, ішіндегі изгой, ең сорлы балапан болады. Бір күні аспаннан қаңқылдаған дауыс шыққанда қараса, аспанда ұшып жүрген үлкен қыран құсты көреді. Шаңқылдап аспанда ұшып бара жатқан қыран құсты көрген кезде, тауықтардың бәрі қыранның дауыс шыға салысымен бұта-бұтаны паналап қораға тігіліп қаша бастайды. Ал мына құс ананың санасы оянып, ана аспанда құсқа қарап, шіркін-ай, қандай керемет, қандай әдемі, қандай аспанда шарықтап ұшып бара жатқан құс, шіркін-ай, мен де осындай болсам ғой деп армандап отырады.
шіркін мынау не деген құс, бұл неге ұшып жүр, біз неге жерде жүрміз, неге біз боқты аралап жеп жүрміз дегенде әлгінің шешесі айтады: әй ұлым ақымақ, сен оған қарама, сен ұша алмайсың, ол қыран құс, ол бүркіт, ол кейін кеп сені жеуі мүмкін, сен ондай құсты көрген кезде енді тығыл, ақымақ балапаным дейді. Бірақ ол жаңағы бүркіттің балапаны бұтаның ішінде тұрып алғанымен көзін аспаннан айырмай әгіні саңқылдаған дауысты естиді. Ана құс айтады: сен оны қиялдама, ұмыт, сен ұшуға жаратылған құс емессің, сен жерде жүруге жаратылған құссың, сен жерден нәпақаңды сен жерден теріп жейсің, қиялдағанды қой дейді. Мына құс бірақ ойына құрт кіріп, содан қайғыланып ары қарай күндерін ұйқысыз өткізе бастайды. Енді уақыттар өтіп отыр. Осы құс кәртейіп, сол тауық қорада арам өлетін беді, жоқ беді, бірақ басқадай бір керемет оқиға болады. Бір күні бір үлкен мұзбалақ қыран құс аспанда ұшып келе жатып, жердегі жайылып жүрген тауықтарды көреді. Тауықтарды көргеннен кейін ішіндегі семізірек біреуін іліп алайын деп төмен құйғытып, суылдап қанатынан шуылдап төмен келе жатқан кезде әлгі тауықтардың ішінде бір бүркіттің жүргенін көреді. Бүркіттің балап үлкен есейіп қалған бүркіт тауықтардың ішінде тауықтармен бірге жайылып дән теріп жеп, тезектерден тамақ тауып жеп жүр екен. Ана тауықтар одан қорықпақ тұрмақ, үрікпейді де, әгімен шүйіркелесіп бірге жүр екен. Әгі бүркіт таңғалып ұшып келіп жаңағы қыран құстың бүркіттің қасына келіп қонады. Қонып әгенің тауыққа айналып кеткен бүркіт болғанын түсінгеннен кейін әгі бүркітті қанатынан іліп алып аспанға алып ұшады. Шырқау аспанға ұшып, қанатын сусылдап ұшып келе жатып, әгі бүркіттің балапанын ең шыңға шыққаннан кейін тастап жібереді. Тастап жіберген кезде әгі ұшып көрмеген байқұс балапан суылдап, тас сияқты төмен қарай кетіп бара жатады. Көзін жұмып ап, жүрегі суылдап, өлдім-ау деген кезде соққан жердегі жылы жер көтерілгеннен кейін балапанның қанаты жазылып ұша бастайды. Ұша бастаған кезде желдің суылы, таза ауаны, жан-жағыдағы әлемді көзін ашып, соны көреді. Көргеннен кейін бүркіт таң қалып, мынандай әлем бар екен ғой, мынандай көлдер, мынандай таулар, мынандай табиғат бар екен ғой деп, жүрек дүрсілдеп, қанатын жайып ұша бастайды. Сол кезде ана үлкен мұзбалақ құс қасына еріп келіп, әгі бүркітті өзен тауларға қарай бағыттай бастайды. Өзеннің үстіне ұшып келе жатқан әгі балапан бүркіт өзінің бейнесін көреді. Бейнесін көргеннен кейін күнде көріп жүрген тауықтар сияқты емес, өзінің басқадай ерекше құс екенін, өзінің қыран бүркіт екенін көреді. Енді қыран құс, өзінің қыран құс екенін білген кезде түсінеді: мен жаңағыдай тауықтың ішіне кездейсоқ түскен құс екенмін ғой. Менің орным жаңағы тауық қорада емес, менің орным аспанда екен. Шындығында да мен үлкен алып құс екенмін дейді. Сол кезде бүркіттің кеудесінен, көмекейінен қыт-қыттаған тауықтың үні емес, өзін өзі таныған, өзін өзі көрген бүркіттің санасы оянып, санасында мүлде көтерілістер, жарылыстар болып, басқадай бүркіттің дауысы шығады. Осы саңқылдаған бүркіттің дауысынан сай-сала жаңғырығып, бүкіл әлем дүр сілкінеді. Сол кезде өмірді көрген үлкен мұзбалақ бүркіт әгі балапан бүркітке айтады: менің мұратым, менің миссиям, менің міндетім орындалды. Мен сені аспанды көрсеттім. Кең аспанда бұлттардың ішінен ұшып жүргенің қандай әдемілік екенін мен саған еркіндік көрсеттім. Ендігі таңдау сенің өзіңде. Қайтадан бұрынғы достарыңа, ана қораға, тауықтардың ішіне барасың ба? Сол жерде сол жем теріп жеп, боқсыздықтың ішінде жүріп күн көресің ба? Жоқ, енді қалған өміріңді аспанда шарықтап жүріп, еркін қыран құс болып өмір сүресің ба? Таңдау сенде дейді. Тауық пен бүркіттің арасында айырмасы жоқ. Екеуі де құс, бірақ әрқайсының өмірлік қағидасы, өмірлік ұстанымы бөлек. Қыранның ұстанымы: мен боқсыздық жемеймін, мен құзғын сияқты біреудің өлтіріп кеткен нәрсесін жемеймін, мен аспанда қалықтап жүремін, тек қана свежий өзім ұстаған аңымды ғана жеймін, мен еркін жүремін деген қыранның ұстанымы мүлде бөлек. Тауықтың ұстанымы: жылы қора керек, жем шөп нетсе болды, далаға жіберсең ол қайта өліп қалады. Екеуінің ұстанымы, таңдауы бөлек. Тауықта арман мақсат жоқ, комфорттан шыққысы келмейді.
комфорт деген миды қатырмау. Бағана кеше әйелдер айтып жатыр деді ғой. Біз кетіп қалам мен. Дайындап әкеліп үйретем деп еді ғой. Әр қазақ мен жалғызым деп айтып еді ғой Ахметбек ағаң. Дайын ниша берем деп еді ғой. Керемет деген қайда дайын нишасы? Не мазган чертпей әкелсеңші, 400 нишаң бар ма? Әкелдім, мен жейін. Болмаса мазгам чертпей кетіп қалам, болды. Жазам онан кейін ана жаққа барып. Мыналар бір лохотрон екен, сект екен, секретет екен. Мен секіріп, маған немене керек маған? Әкел дайын нәрсеңді. Жем шаш, жеп аламын да жатам мен. Комфорт. Кешегі айтқан адамдар, мен сендерді мазақтап отырған жоқпын, мен шындықты бетке айтып отырмын. Ішіңдегі қыран құсты оят. Ол үшін міне талмас қанат бітеді, өмір бойы. Қыран аспанда қалықтайды, өздеріне мақсат қояды, өздерінің жеткісі келген арманды жаратады, жасайды. Қырандар нақты жағдайды өзгерте алады. Өз жағдайын өзі өзгерте алады. Біреуге қарап отырмайды, мен жағдайымды өзгерт, маған көмектес, жағдай жаса деп айтпайды ол. Шешімдерге сүйенеді, өзі шешім қабылдайды, өзі әрекет жасайды. Біреудің аузына қарап, біреу маған көмектеседі екен, біреу маған жем әкеп береді, біреу маған су әкеп береді, біреу мен қораға қамап аман алып қалады деп ойламайды қыран. Қыран көзқарасымен аспанда да қалықтайды, өзінің болашағын маңызды шешімдер қабылдай алады. Сондықтан қандай ортада жүрсің? Өз орныңдасың ба? Тауық қорада жүрсің ба? Қыран болғың келсе, қырандар ортасына бар да, олардың айтқанын тыңда. Мен сендерге қарағанда, мысалы, 30 жылдан астам кәсіп жасадым. Американецтермен, канадецтермен, итальянецтермен, түріктермен 2 жыл Қытайда тұрдым. Бәленбай завод фабриканы жасадым. Сендерге қарағанда мен өмірді көрген, мұзбалақ кәрі қыранмын. Сендерге қарағанда. Қазір менің арман аспанға алып шығып бір көрсетем, ары қарай шешім сендердікі. Құрып қалсын, лохотрон деп барып, хайуани мидың айтқанын тыңдап, сол тауық қораға барып, сиырын шығып кеткен боғының ішінен дән теріп жейсің ба, өмір бойы тауық қорада өтесің ба, жоқ саңқылдап бағана қыран сияқты аспанға шығасың ба, шешім өзіңде. Ұланға да, ұлпанға да бүкіл командаға айттым, жауыздық жасамаңдар. Жауыздық жасамаңдар, жеңіл жолға итермеңдер. Қанатын кесіп, бүйтіп ұшып кетсін деп айтпаңдар. Өзі істесін, қыран болып шықсын. Адам жасағанда адам жасайды. Тек ерінбей соны істесеңдер болды. Сол кезде талмас қанат бітеді.